Саламатсыздар, құрметті көрермен, эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі. Студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгін хабарымызда. Қаламыздың тыныс-тіршілігіне қатысты сұрақтар аппараттық жиында қаралды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай қазақстандықтарға сыйақы беріледі деген қауесет расталмады. Дініміз бен дәстүрімізге байланысты мектеп оқушылары арасында сауалнама өтті. Виктор Шелканов еске алуға арналған жеңіл атлетикадан жарыс ұйымдастырылды. Бүгін қала әкімдігінің мәжіліс залында кезекті кеңейтілген аппараттық жиын өтті. Қаламыздың тыныс-тіршілігіне қатысты мәселелер көтерілген жиында өткен аптаның жұмыстары сараланып, жаңа міндеттер тапсырылды. Кеңейтілген аппараттық жиынды қала әкімі Асқар Аблайұлы ашып жүргізіп, жиынды марапаттаумен бастады. Ағымдағы жылдың қазан айында Теміртау қаласында Қазақстан Республикасының классикалық пауэрлифтинг чемпионатында жеке жаттығулар арасындағы Юрий Николаевич Апарин 305 келі салмақты көтеріп, сайыста бірінші орынды иеленді. Хорошее достижение. Марапаттаудан соң жиынның күн тәртібіндегі 3 сұрақ қаралып, талқыға салынды. Ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты ақпаратты экономика және қаржы бөлімінің басшысы Ербол Сәкеев айтса, аппараттық жиында қаралған келесі сұрақ отандық тауар өндірушілерді қолдау бойынша қабылданатын шаралар туралы толығырақ қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы Марат Баповтың баяндамасында айтылды. Қазіргі таңда Сатпаев қаласы бойынша 24 қабілетті тауар өндірушілер бар. Олардың ішінде азық-түлік өнімдерін шығаратын 14 кәсіпорын, құрылыс материалдарын дайындайтын 4 кәсіпорын және де 3 жеңіл өнеркәсіп кәсіпорны, сондай-ақ 3 металл өнімдерін шығаратын кәсіпорын бар. Бизнестің жол картасы 2020 бірыңғай бизнесті қолдау және дамыту бағдарламасының шеңберінде соңғы 3 жылдың өзінде жалпы сомасы 839 миллион 340 мың теңге тұратын 39 жоба қолға алынып, 200-ден астам жұмыс орны құрылған. Келешекте жергілікті тауар өндірушілердің жалпы құны 125 миллион теңгелік 27 жұмыс орнын құрайтын 4 жобаны жүзеге асыру жоспарлануда екендігін аталған баяндамада айтылды. Қаланың тыныс-тіршілігіне қатысты айтылған сұрақтардың бірі азаматтарды мерзімді әскер қатарына алу. Бұл жөніндегі ақпаратты қалалық қорғаныс істер бөлімінің басшысы Руслан Шакирханов баян етті. Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне және де басқа да әскери құрылымдарына мерзімді әскери қызметті өткеру үшін 2016 жылдың көктемінде 70 адам жіберілсе, 2016 жылдың күз айларының жағдайы бойынша 11 адам әскер қатарына жіберіліп отыр. Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне бағытталған жастардың көбісі физикалық денсаулығы жақсы, моральдық тұрақты және де неғұрлым дайындалған азаматтар жіберілген. Сонымен қатар шекара қызметіне 18, Қазақстан Республикасының ұлттық гвардия бөлімшесіне 37 және де мемлекеттік қызметті қорғау бағытында бір азамат өзінің отан алдындағы борышын өтеуге аттанған. Күн тәртібінде қаралған 3 сұрақ бойынша толыққанды ақпараттар айтылған жиын соңында қала әкімі Асқар Ыдырысов жауапты тұлғаларға алдағы күні атқарылатын тапсырмасын жүктеді. Отдел экономики и финансов продолжит работу по изысканию дополнительных доходов в местном бюджете на 2016 год. 2016 жылға арналған жұмысты жалғастыру бойынша бюджетке қосымша резервтер іздестіру қолға алынсын. Сондай-ақ қаламыздың экономикалық өсімін қамтамасыз ету бойынша қажетті шаралар қабылдансын. Алға қойылған мақсаттарға және жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін бюджеттік құралдар уақытылы, толық және тиімді игерілсін. Келе жатқан қазақ елі тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына орай әрбір қазақстандыққа 25 мың теңге көлеміндегі сыйақы беріледі деген қауесет әлеуметтік желілерде айтылғаны белгілі. Осы қауесет сөздері қаншалықты шындыққа жатады? Бұл сыбыстың шындыққа жанаспайтынын билік басындағылар да атап кетті. Бұл жөнінде қала тұрғындары не айтады екен? Қазіргі кезде әлеуметтік желілерде көбірек айтып жүрген мәселелердің бірі ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына орай әрбір қазақстандыққа 25 мың теңгеден үкімет сыйақы береді деген әңгіме желіде ескені белгілі. Ал бұл жөніндегі министрліктегі шенеуніктердің айтуынша желіде ескен әңгіме ешқандай да шындыққа жанаспайды. Бұл дегеніміз ешкімге сыйақы берілмейді деген сөз. Бұл сөздің жай ғана қауесет екеніне көзіміз жеткендей. Шынында да үкімет кейбіреулер айтқандай ақымақ емес. Нарық заманында мұншама ақшаны үкімет тарапы шығарар ма екен? Ең болмаса зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандарға берсе екен, нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ ондай қадам біздің шенеуніктердің ойына кіріп те шықпас. Бұл әңгімеге қатысты қала тұрғындарының ойы қандай? Бірге тыңдайық. Әрине біз қарсы емеспіз. Бұл өте жақсы болар еді. Қазір зейнеткерлерге қараңызшы, жағдайы мәз емес. Сол кісілерге берсе, одан да жақсы болар еді. Бұл тамаша ғой, біз қарсы емеспіз.
Айтылған мәселені тобықтай түйініне келер болсақ, қанша жерден кеңірдек керіп айтып жатсақ та, біздің жан айқайымыз біреудің болмаса кейбір шенеуніктердің құлағына жетер деген үміттеміз. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Дін мен дәстүр бірлігі ұлт болашағының кепілі атты апталық аясындағы кездесу шарасы номер 27-ші жалпы орта білім беретін мектебінде жалғасын тапты. Аталмыш кездесу шарасында оқушылар арасында сауалнама жүргізіліп, дін мен дәстүр жайлы өзекті ойлар ортаға салынды. Қаламызда бір апта көлемінде дін мен дәстүр бірлігі ұлт болашағының кепілі атты апталық аясы жалғасып жатыр. Осы апталық аясында өткен сенбіде номер 27-ші жалпы орта білім беретін мектеп қабырғасында сауалнама жүргізіліп, дін туралы көптеген мәліметтер аталып, өзекті ойлар айтылды. Бұл кездесулердің басты мақсаты қала мектептері арасында оқушылардың діни сауаттылығын ашу, оларды отансүйгіштікке тәрбиелеу, қазақ халқының діни ұстанымы мен салт дәстүрлерін қастерлеп сақтауға, ұрпақтар сабақтастығын нығайтуға ат салысы болып табылды. Жалпы сауалнама түрінде өткен кездесуде оқушылар ислам діні дегеніміз не, оның атқаратын функциялары мен рөлдері қандай, және әлемдегі діндер жайлы не білеміз, адамзатқа қандай діндер танымал деген сұрақтарға жауап берді. Барлық оқушылар шараға белсенді түрде қатысып, ислам діні туралы өз ойларын жеткізді. Бүгін осы апталықта бізден дінге байланысты сауалнама алды. Мені қатты ойландырған сұрақ ол телебағдарламалар көргенде басқаларға да ұнамай қалуы мүмкін достарына. Менің ойымша әркімнің өзіне ұнайтын телебағдарламалар, кинолар, фильмдер бар. Мен олармен пікір таластырмаймын. Мен осы сауалнаманың барлығына жақсы жауап бердім деп ойлаймын. Дін мен дәстүр бірлігі ұлт болашағының кепілі атты апталық аясында мектеп оқушыларына діни мүдде мен ұлттық мүдде жайында, ұлттық құндылықтар мен діни қағидалары бір-біріне бөлек қарастырылып, тарих сахнасынан алдымен тұтастай буын, соңынан біртұтас ұлт жоғалатындығы, дін мен дәстүр байланысы терең тамырлы екендігі жайлы өзекті мәселелер түсіндіріліп өтті. Өткен аптада қаламыздағы спорттық сауықтыру кешенінің футбол манежінде Виктор Шелкановты еске алуға арналған 2000, 2001, 2002, 2003 және де 2004 жылы туылған кіші жасөспірімдер арасында дәстүрге сай жеңіл атлетикадан сайыс ұйымдастырылды. Толығырақ қатысып қайтқан әріптесім жалғастырады. Виктор Шелкановты еске алуға арналған жеңіл атлетика сайысына 2000, 2001, 2002, 2003 және 2004 жылы туылған кіші жасөспірімдер мен қыздар қатысты. Оның ішінде Қарағанды облысы, Шахтинск, Саран және Сәтбаев қалаларының жас спортшылары қатысып бақ сынасты. Жалпы Виктор Васильевич Шелканов 1970 жылы Свердловтағы дене шынықтыру техникумын бітіргеннен кейін бірден Никольский кентіне келген. Бір жылдан кейін номер 14-ші орта мектебінің қабырғасында алғашқы жеңіл атлетика секциясын ашты. 1973 жылы Никольский қала мәртебесін алғаннан кейін қалалық балалар спорт мектебінің жетекші бапкері атанды. Бірақ Виктор Шелкановтың бапкерлік ғұмыры қысқада жарқын болды. Ол биіктен секіру бойынша спорт шебері Алмаз Тілеулиев, биіктен секіру бойынша Қазақстанның рекордшысы Светлана Разгуляева, спринтерлік жүгіруден чемпион Виктор Кириленко сынды атақты спортшыларды тәрбиелеп шығарған. Осындай атақты бапкердің құрметіне арналған еске алу шарасында әр команда өздерінің ептіліктерін көрсетіп, шараның көрігін қыздыра түсті. Жалпы 100-ден аса жас спортшылар қатысқан шара соңында барлық сайыскерлер мамандандырылған олимпиадалық резервтегі балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің басшысы атынан мақтау қағаздарымен марапатталды. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орайы мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз мен өздеріңізбен ертеңгеден қоштасамын. Жағымды жаңалықта жолыққанша аман сау болыңыздар.